Сплит қаласы аман есен жетіп алдым. Жалпы тоже ескі қалалары иә түбек қой тоже Задарға ұқсас болып келеді. Бірақ мына жақта таулары жақынырақ та әдемі көрінеді. Австриялық жігітпен келіп алдым, онымен хостелде бірге жатқан болатынмын иә. Бірақ ол курд, ол да сплитқа келу керек екен, ол машина арендовать етті да. И маған айтты, жүр менімен бірге кеттік деді иә. Ақша бар екен деп шаша береміз, тоже экономдап, тегін келіп алдым бір сөзбен айтқанда. Жақсы жігіт жалпы. Сол енді хостелге бара жатырмын. Тар көшелері. Қызық екен. Бүгін мен жататын хостел бір күнге алдым, тек қана 30 евро болды. Жоқ, қателеспесем 35 евро, иә. Мына шкафчиктары кілтімен берді, иә. Үш адамға, иә. Хорватия үшін 35 евро арзан. Жақсы, евро ремонт. Туалет, душ. Бір минус былай қарай шығасың ғой, далада. Душқа екен, туалетке шығатын кезде түнде суық болды ғой, значит. Былай қарай. Әдемі. Ресепшн астында. Осындай. Жақсы негізі. Өзім көңілімнен шықты. Оның ортасы көше, ортасынан бөлінген, мына жақ көше мысалы. Театрлары Хорватияда. Мынандай жаңа заманауи салынған шіркеулері. Жақсы екен, ғимараттар бар. Сплит қаласы, иә, қысқа нұсқа айтып өтейін. Адрианет теңіздің жағасында орналасқан қала. Бұрынғы Рим империясында салынған ғимараттар көбісі ескі. Жолын ар жағын өтейік. Жалпы көшелер әдемі. Бүгін күн суық, иә, жел соғып тұр, жаңбыр жауып тұр. Бірақ мынандай әдемі көшелерді аралап жүре бергім келеді ғой. Хоть жаңбыр жаусын, қар жаусын. Қар енді жоқ өте аз жауады. Мүлдем жаумайтын шығар Хорватияда. Таулы аймақтарында жауы мүмкін енді. Теңіздің жағасындағылар жері жылырақ болады. Сондықтан қар түспеуі де мүмкін қыста. Италияға ұқсайды, Хорватияның үйлері, көшелері жалпы. Өйткені Италияда да Рим империясы салған көп ғимараттарды. Хорватия Италияға қарағанда біраз арзанырақ. Италияндық өздері осы жаққа келіп демалады ғой. Не Италияда емес. Өйткені арзан да. Суың жағасына қарай шығайық. Мына жер су ағатын жер жақсы жасалған жалпы. Мына жақ үлкен да, жоғары қарай шығады. Мына жақ төменге қарай кете береді.
жаңбыр жауған сулар мынаның орта жағы, жолдың орта жағы былай кішкене үлкенірек қылып жасалған. Егер ортасына жаңбыр жауса, шетіне қарай ағады су. И мына жаққа құйылады. Екі жағында да солай емес, екі жағына құйыла береді, ар жақтан да келеді, екі жақ шетінен де. Мысалы жолдың шеттері кішкене үлкенірек қылып жасалған, иә. Жел соғады. Таудан соққан жел мына жақтан бір-ақ ысады. Жақсы. Вау. Круизный то. Вау. Что может? Мына жақта жүріп мына бір әдемі жерде көрдім. Кіріп шығайық. Ар жақ көше ғой. Астынан өтіп көшені көрейік, ар жағынан көше. Вау. Сөз жоқ. Әдемі. Тар көше. Мына бойында бәрінде магазин, ресторан, киім сататын жерлер, бәрі бар ғой, бірісімен айтқанда. Туристер үшін бәріне жаздай жасап тастаған. Мына адамдардан қаншама ақша түсіп жатыр дейсің ғой. Что? Что здание? Вау. Мына жақтарда суретке түсіп алу керек қой маған қазір. Міндетті түрде. Күшті жер екен. Көшелер әдемі екен. Сіздерге де келіп бұйырсын көшелерге. We understand that
мына жақта туристер көп қой. Әдемі сияқты парк бек. Орын жоқ. Ого. Қазір мұндай адам көп, күн суықта, жазда білмеймін мына жақта не отырған. Рим солдаттары дейсің ғой. Вау. Күшті. Айтар аусы жоқ. Ақша алып отыр. Шайқасқаны үшін олар ақша алады. Туристерден ақша жасауға бәрі ша. Қайта Хорватияда байқағандай аз екен. Андай Африкадан келген қара нәсілді адамдар. Басқа Италияда, жалпы Германияда, Испанияда олар көп. И қолыңа кигізетін нелер ұсынып жүреді. Браслет, ана, тіпті суға кешейін ондай танымал жерде күндізгі кездерде. Бірақ үстіне баға қосып сатады да, олар ша. Магазинге барсаң 1 еуро тұрады, а олар 3 еуродан 4 еуродан сатып жүреді сулар көшеде. Мына Хорватияда ондайлар аз екен. Енді мүмкін жазда көбірек шығар, бірақ білмедім. Қазір аз көрдім оларды. Оларда да Хорватияда да айлық аз деп менсінбейді ғой, может. Күшті екен. Қатты ұнады все. Шықтым сырт жағына қарай. Қоршалған жер екен. Жоқ. Баяғы. Адам деген көп. Қой, ортасына барып суретке түсіп алайын. Адамдардан сұрап түсіріп жіберіңіздерші деп. Музей. Жалпы Рим империясы туралы. Хорватия. Бұрын Далматия. Қазір Хорватия мына жақ қой. Мына жақтың бәрі қазір Хорватия. Вай. Жалпы тегін екен. Сосын кірдім. Аты өзі музейге ретке кірем. Әрине тегін болса. Үші жағы жыл екен. Тастар. Анам сол бұрынғы Рим империясынан. Қол ма? Бір бәлем. Сурет. Қызық сурет екен. Үстіңгі жағына шығуға ма не? Олар жоқ. Ой, туалетке кіріп алайын. Туалет болса. Олардың алған туалеттерін көріп жүрген. Современный туалеттер екен.
бірінші этаждар. Мынау не бе? Есік па? Есік болды. Қараушылық тұр. Мың алты жүз қырқыншы. Мына мылтықтар. Алты жүз тоқсан, мың жеті жүз. Қалқандар. Мына ағылшын спорт үлкен что. О, монета. Көбін бит жұқарып кетті ғой. Кітаптары. Ыдыс-аяқ. Қысыр емес, ыдыс-аяқ. О, сандықтар. Бізде Қазақстандағы сандықтар ұқсап қалады екен. Ескі үйлерде тұрушы еді осындай сандықтар. Тура осындай сандық бізде де болған. Мен де әкеп қойып қоямын мына мұражайға. Қайдан біліп жатыр Қазақстан сандығын? Римдіктердің сандығы екенін. Астына жазып қоюға болады, иә. Римдіктер Қазақстаннан алып келген ол сандықты деп. Сене береді ғой бәрі. Жазып қойсам болды. Ой, кеттік. Екінші этаж шығып кетейін. Мына жақты көріп өтейін. Тұсаяқ. О, кілттер. Орындық. Қай жылғы орындықтар? Ешен 16 ғасыр ма сондай. Картина. Жақсы картина екен. Қай жылғы екен жазылмады. Ладно. Қай болды. Екінші тағы шығып кетейік. Қайда лифті? Асфальтқа жылан жоқ, жүріп уже шіріп кеттім. Үшінші этаж жабық, екінші этажда жабық екен. Ремонт болып жатыр ма, бірдеңе болып жатыр екен ғой. Жаңадан ашылып жатқан шығар мүмкін. Не болып қойған. Қызыл. Жарайды. Аттап өте салу ғой. Сыртқа қарай шығайын. Кіре бер шығам. Мынандай әдемі шығам. Салат. Мынандай жалпы неде де көп. Италияда да көп көруге болады. Мынаны басасыз, короче. Су, таза су ішуге болады. Ыңғайлы. Мына жақтан шыға берсін, шығасың. Кіре бер шыға берсін. Ондай әдемі көше. Мына жаққа кеттік.
Адам деген көп қой. Even for people who are coming to the school, they don't necessarily have to. Мысық сүйеміз ғой. Жазда ана мысық, жазда әжесінің үйінде қонақта болған ғой. Менің ойымша, сосын семіріп кеткен. Суретте. Әдемі салып қойыпты мына суретті. Респект, кім салса да. Басыр. Былайға кеттік. Былайға қарай кету керек. Жаңа естіп қалдым да, ана жерде кит айтып жатыр да, мына жер осындай әдемі, ана терезені көрдіңіздер ма дейді да, иә, айтады, ол терезе менің досымның туалеттің терезесі дейді ғой. Өтірік па шын ба білмеймін, енді шын айтса да, өтірік айтса да, сондай дейді ғой. Мына жақта көп келген, әдемі, құбылыс бар екен бір. Тар көше осы болды, керек деп ойлайды ма? Адам келе тұрған, бір адам ғана жүріп өтіп бәрі күте тұру керек. Мына жерге светофор қойып қою керек қой адамдарға. Сөйтіп. Вау. Дай. Шығып кетейік. Сандықтар бар екен ғой. Сандық па или біреудің мәйіті ме? Мына жақ не болып кетеді? Ресторан ғой. Асты. Қытай аталары жоқ. Әдемі. Мына ағаштарды ғимараттар бір-біріне қатты жақындап кетпесін деп жазып қойған. Тіреп бір-біріне. Қатты ескі ғой, мына ғимараттар құлап кетпесін деп. Бағана ашықтан шыққан. Бұл жерде Рим солдаттары бағана шайқасып жатады. Ажық қалып бәжек. Машина туннель бар екен ғой. Үстіне шығамын ба, астына түсемін. Ойланып қалдым. Давай астына. Вау. Күшті. Біреулер пиваны бутылкаларын ұстап кетті ме? Ашасы екен. Бәрімін үсті кіре бермеймін ба? Бірдеңе десе білмей қалыптым дейсің ғой.
ана жаққа шығып кетейін. көше екен ғой жай. көшеге шығып кетесің. Сояққа қайттым. туысын көрген сияқты болып қалғанда қуанып отырған. Іші жып-жылы мына жер. Қандай күшті. Жып-жылы кәдімгідей. Шыққым келмей қалды ғой. Не істеп тұр? Жарайды. Баш, иттер жоқ. Мына жаққа кіру ақша сияқты ғой. Қара жүрейік. Мына жақ шығатын жақ, кіретін жақ екен. До 12.6 je besplatno. 8 евро студенттер 6 евро екен. Қой. Мен студент, бірақ Польшадағы студентпін ғой. Бітіріп те кеттім ғой. Студент емеспін уже. 8 евро төлем керек. Ар жағында 4 евро қосып тамақ ішіп аламын. Мына жақ. No? Ага, окей, thank you. Welcome to the place where police seek captured 3 baby drivers. Шыға беріс. Күшті екен. Ал. Жаңа әдемі жақтың жағында базар бар екен. Сағат 2-ден істейді. Қазір кейбір бутиктер ашық. Киім сататын, анау туристерге. Бұл жақта да кішкене қоқыстар бар екен, шашып жатқан. Не істейсің? Еуропа. Бірақ Италияға, Германияға, Испанияға қарағанда Хорватия кішкене тазарақ екен. Польша таза енді. Хорватия менеге Польша салыстырып болсақ, Польша тазарақ. Магазиндер франшиза екен, көп көрдім алдынан бері. Рейдкада. Садарда, именно сплитте де көріп жатырмын. Кішкентай магазиндер. Ішінде выбор өте аз. Жаңа шығып қайтадан келдім. Ескі қала дейді. Ескі жағына қайтадан келдім. Төрт бұрыш осылай қамалмен қоршалған ғой. Іші ескі қала. Керемет енді. Жаңа өздеріңіз көргендеріңіздей. Мына жақта не тұр да? Кітап ұстап тұрған біреу. Кім екен білмедім, бірақ кітап менің ойымша сол Библия. Библияны ұстап тұрған адам. Соның бәрін аяғын ұстайды екен. Ұстап отыр аяғын. Жылтырап кеткен ғой. Çok күшті. Саябақ. Сулар. Тамшылап тұрады.
Лимончауын басса тағы да суағат. Тоқтақ болды. Мына жақта енді осы жаңа ғимараттар. Осы аман жақта осы қамалдың іші, қоршаудың іші айналып 4 бұрыш ескі ғимарат қой. Туристің бәрі соның ішінде. Ар жағында жағажай. Қатты үлкен емес. Бір 20 минут, 30 минут даже. Бұлай да бұлай жетеді. Енді арасында көп суретке түсесің, анау ұзақ болады да, сонымен ұзақ уақыт өтеді. Ал егер суретке түспей тек қана ішін аралап жүретін болса, сонда 20 минуттың өзі бұлай да бұлай жетіп жатыр. Мына жер кесілген ба? Қалай өзі? Есік болған екен ғой, бұрын. Жол жасап отыр екен. Кіретін жері. Кезінде Рим империясы солдаттары қорғанған ғой мынаның ішінде. Жаулардан. Қазір жүр. Бәрі демалып. Қыдырып. Мынаның фильмді осында түсірген ғой осы. Осында емес, енді Хорватия елінде түсірген көп жерін, осы қалада. Игра престолов, вроде, Вроде сондай шығар аты, Ол фильмді әлі көрмеген. Бірақ жақсы фильм. Деп естідім. Уақыт болып жүрді, көретін шығам. Қалың жалпы күшті. Мынандай көп жерден көрдім. Білмеймін, кім алады, кім алады. Бағалар қымбат, қазір көрсің ше. €40 атады. €40 ғана алмаймын да ғой. 10% скидка да қойды. Әрине, ешкім алмаса. Қой кетті. Жаңа мына жақтан келе жатып. Мына жақты көргенсің ғой. Вау. Жаңа кірген жаққа мына қатыспысың. Жаңа жақтан кірген бағана. Бірақ ан жақтан кіргендегісі басқаша көрініс, ар жақтан кіргендегі басқаша көрініс екен. Базар жоқ. Мына жақ жағасы. Штукен. Екінші жағына қарай мына жақ күшті екен. Мындай. Той болып жатыр, бірдеңе болып жатыр аяқта. Музыка не отырған. Елек бетін.
мешіт. Мына жақта жеке әйелдер оқиды. Хорватия мемлекеттегі мешіттер. Келесі қасыма Сплиттегі. Сплит қаласындағы мешіт. Қазір ерте мен Дубровник қаласында бар. Негізі Сатарда да мешіт болған екен, бірақ мен көрген жоқпын. Машалла, машалла. Хорватияның мешітіне садақа салып кетейік. 1 еуро, 600 теңге. Күштеп кетті. Сырт жағы кіріп бара жатқан жер. Ондай байқамаппын жаңа. Австралиялық жігіт айтады, міне мешіт қой мынау дейді. Тарихы. Осындай әдемі көрініс. Мына жерде шай ішіп, тамақ ішіп отыруға болады. Ондай көрініспен. Керемет. Осы көрініс үшін Ношыққа шығуға шықтық. Шықтым мен бір сөйлеп айтқанда. Әдемі екен. Суретке түсіп алдым. Мына жақта адам көп. Қазір мына жақта адамдар көп суретке түседі. Ана жақта қазір былай қарай шығу керек. Он 16 градус, бірақ ыстық. Тауға қарай шығып бара жатқан екен ма? Ашық көрініс осындай. Қалың киініп алғам тауға үстіне. Бірақ 20 градус немесе 20 градустық үстіндегі сияқты сезініп тұрмын. Көріністі көрсе артық. Мына жақта қарай жеңіз. Но шығып бара жатқан жоқ. Ана ең шақ. Күшті көрініс енді. Мына жақта бай қарап шығып келе жатқанша. Мына кішкене таудың үстіндегі церковь, шіркеулер. Ну, тауда кішкентай, шіркеулерде кішкентай екен, енді бірақ респект. Таудың үстіне соқып қойған. Жалпы олар аяқтары тиген жердің бәріне шіркеу сала бере ме бір пәле. Но бірақ сәнін кіргізіп тұр да. Әдемі болып жарасып тұр. Мына жақта тағы бір есік бар екен. Кіріп көріп жүрейік. Қараңғы ғой. Көрініп тұрсыз дереу. Мынандай екен.
осындай жерде салынған жалпы. Әкелді бағаларын көріп өтейік. Қанша деп тұр екен? 312 еуро. Италияда жасалған дейді. 120 дейді. €89. 100 евроның 60 мың теңге ғой. Қой. Қайғыра жылжық. 60 мың теңге Қазақстанда қой сатып алайын деп тұрсың ғой. Енді үлкен қой келмейтін шығар. Қозы. Қозыды точно аламын 60 мың теңгеге. Туристер көп. Үстіне ар жағына қарай. Мынаның үстіне шығу 5 евро. Шықпаймын бірақ. Салаттар әлі жүр. Ақшадан чатпайды екен. Ақша болса бәрін сыйластық. Қазір Рим салаттарын жеңулеріңізге болады. Егер ақшаларыңыз болса. Тізе бүктіріп жаулап аласыздар мына қаланы. Үстіңгі жағында болмағым. Қытайдан келген туристер көп. Еуропалықтар үшін мен де Қытайдан келген адам болып жүрмін ғой. Түрім азиат болғаннан кейін. Мен Қытайда ойлайды бәрі. Қытай немесе Корейсе. Бітпей қойды ма? Қой жылмасақ бітпейді екен бұлар. Шынандай екен. Күшті екен жалпы. Суретке түсіру керек мына жердегі адамдардан сұрап бересің айтып. Сырт жағын. Былай екен. Әдемі жалпы. Мына жақ музей кіре шығар. Тақтар көшелер. Жабық сияқты. Немесе ар жақтан кіресің. Міне. Қорғандары жалпы. Бұнда. Мына жақтан қорған ғой. Теңізден келген жау, теңізден келетін жауларға. Жалпы мықты салынған. Күшті жүрген. Мына суреттер бәрін қолмен салған. Міне әдемі. Мықты салады екен. Алай қарай барып кетейік.
мына жерде мусор тоже жатыр ғой. Мысық көп екен алада жалпы. Tomorrow, maybe to visit the museum. It's free of charge until the 12th of October. And inside of the museum, you can see that original face, 와, 진짜 가지미 개. күшті. Мына тұрған бутиктердің бәрі аралдарға тур жасайтындар. Әрқайсының бағасы әртүрлі мүмкін, өйткені қайықтарына да байланысты. Біреусінің қайығы күшті, біреусінің қайығы онша емес деген сияқты. Соған 5 арал, 4 аралға барамыз дейді. Мысалы 3 арал, 3 аралға, немесе 4 аралға немесе 30 евро дейді, 35 евро дейді. Жақсы жалпы. 70 евро дейді. Мен осы жол бармаймын аралдарға, өйткені Задар қаласында бардым, 2 аралға барып қайттым. Аралдар жалпы бір-біріне ұқсайды ғой, қайта-қайта бара берудің мәні де жоқ. Бірақ енді күшті. Бір рет болсын барып қайту керек та аралдарына келгеннен кейін. Жаңа мына жақта жүріп байқап қаласың орындықтарда. Күннен энергия алады и телефоныңды зарядтауға болады жалпы. Бірақ көп емес. Осы екеуі ғана мына жерде. Потом анау алыс жақта да екеуі болу керек. Мынау автовокзалдарда. Автобустар тоқтатып жүр. Жалпы болады. Ескі жаңартудан өткізу керек екен жалпы.